Әрине, жетістікке жетудегі тағы бір ең керекті дүниенің бірі ол бизнестегі үлкен жауапкершілік. Жауапкершілікті өз қолыңызға алмайынша бұл жерден үлкен жетістікке жете алмайсыздар. Жауапкершілік деген не? Күні келген күннен бастап бизнестегі барлық нәрсеге өзіңіз араласуыңыз. Яғни, мынау айтады ғой, спонсорға еркелеуге болады әрине, бірақ еркелегеннің де өзінің бір реті бар, еркелегеннің жөні осы екен деп жаңағы кабинетіме сен кіре салшы, заказды жасай салыңызшы, салтанатпен сөйлесіп бере салыңыз, оны сіз тіркеп бере салыңызшы, мен келесі жолы тіркеп көремін деген сияқты нәрсе болмайды. Яғни бизнеске келдіңіз ба, сіз бұл бизнеске бизнес ретінде, жұмыс ретінде кәдімгідей қарым-қатынас жасауыңыз керек. Яғни бизнесті қолыңызға, прям айтады ғой, жұдырығыңызға алған кезде, бизнестегі жауапкершілікті осы қолыңызға алған кезде ғана сіздің қолыңыздан келе бастайды. Сіздер білесіздер, баяғыда мен кішкентай кезімізде сіздер де оқыдыңыздар деп ойлаймын. Жаңа чтение деген сабақта бай ер адам өзінің ұлын енді үлкейгеннен кейін жаңағы тапсырма береді, сенің уақытың келді, өзің еңбегіңмен ақша тауып әкел. Ақша тауып әкелмесең, сен бұл үйде тұрмайсың дейді. Бірінші күні кетеді ұлы, әрине ештеңе де жасай алмайды. Анасы қолына келген кезде әкесі ұрыспас үшін кішкене ақша береді. Ұлым, ала ғой, мынаны әкеңе апарып көрсет, мен тауып әкелдім деп айтты дейді. Сонда жаңағы әкесіне апарып береді. Каминнің ішінде жаңағы от жанып жатады ғой, сол отқа әкесі алады да ақшаны лақтырып жібереді. Баласы ашуланады да кетіп қалады. Екінші күні тағы да сондай тапсырма береді. Ұлы тағы да кетеді. Анасы тура сол жағдайды қайталайды баласына. Өз еңбегіммен тер төгіп алып келдім деп айт деп жаңағы ақшаны береді. Кешке жақын жаңағы әкесінің жанына келіп, әке, сіз айтқандай мен міне өзім табысым тауып әкелдім, өзім осы ақшаны алдым еңбегім үшін деген кезде ақшаны алады да тағы да ақшаны жанып жатқан отқа лақтырып жібереді. Үшінші күні жаңағы ашуланып, ызаланып, жаңағы бала шын мәнінде өз еңбегімен ақша тауып әкеледі. Ақша тауып әкеліп, жаңағы кешке жақын келіп, әкесінің алдына келіп, әке, міне мен өз еңбегіммен, өз маңдай теріммен ақша әкеліп тұрмын дегенде, жаңағы ақшаны әкесі алады да қайтадан жанып жатқан отқа лақтырып жібереді. Сол кезде қатты ашуланған бала отқа жалаңаш қолын тығып жіберіп, ақшаны жұлып алып, неге менің әкелген ақшамды отқа салдыңыз? Мен бұны маңдай теріммен таптым ғой деген кезде, әкесі бетіне қарап сол кезде айтқан екен, міне енді сендім деген. Онымен не айтпақпын? Мынау жауапкершілікті де өз қолыңызға алып, өзіңіз бизнесіңізді жасамайынша, ол жаңағы историядағыдай, жаңағы оқиғадағыдай, оған сіздің жаныңыз да ашымайды. Болып жатыр ма, келіп жатыр ма, одан бірдеңе бола ма, өзгере ма, оған сіз қандай отношение жасап тұрсыз, тура сондай жаңағы отдача, кері байланыс аласыз бизнестен. Ал енді жаңағыдай шын мәнінде араласып, бизнесті түсініп, жауапкершілікті қолыңызға алып, бұл менің бизнесім, менің жұмысым, мен бұл жерде жетістікке жетуім керек, кабинетімнің қайда екенін көруім керек, мен адамдарды тіркеуім керек, жаңағы бизнеске шақырып бастауым керек, информация беріп үйренуім керек. Ол үшін мен өзім маркетинг планды толықтай оқып шығуым керек, осы беріп жатқан сабақтардың бәрін қарауым керек, прямой эфирдан қалмауым керек деген міне жауапкершілік. Көрдіңіздер ме, нағыз жауапкершілік? Қазір мен сұрақ қойым сіздерге, миллион кім тапқысы келеді деймін? Бәріңіз сұрақ қойған кезде қолдарыңызды көтересіздер, мен, барлығымыз. Ал жауапкершілікті кім қолына алғысы келеді? Мен. Қол көтерушілер әрине бәрі емес, бірен-саран. Рас қой, айтыңыздаршы. Ал жауапкершілікті кім қолына алады, ол міндетті түрде сол миллионға жетеді. Сондықтан да құрметті бизнес-партнер, құрметті осы мықтылар мектебіне келіп отырған әрбір енді болашақ лидерлер деп айтайыншы, жалпы лидерлерді мен болашақ және қазіргі деп бөлемін. Болашақ дегеніңіз, қазіргі дегеніңіз нақты лидер статусына жеткен партнерлер. Болашақ дегеніңіз жүрегінің түбінде лидер екенін білетін. Кез келген адамға информация берген кезде басына
корона киіп алып тұрып информация беретін. Корона деген не? Корона деген кәдімгі тәж, иә? Лидердің тәжін киіп алып тұрып информация беруіңіз керек. Өз-өзіңізге 100% сенімділікпен, жаңа енді бұны алдағы уақытта өтетін боламыз, бұл тәжге әлі де келетін боламыз. Жалпы бизнесті жасағанда, осы жерде жетістікке жетемін деген уақытта адам өзіне 100% сенімді болу керек. Ойыңызды соған сендіруіңіз керек. Тәж деген ол, образно говоря, мен кәдімгідей бір, тіпті расымен де тәж болса, үйіңізде бір тәж киіп алып информация берсеңіз де болады. Мен бұл компанияның лидерімін. Әлі лидерге жетпесеңіз де, жүрегіңізде, миыңызда, міне, киіп алғандай, сондай бір рөлге кіріп, сол жерден сіз информация беретін болсаңыз, мен лидер ретінде сөйлейтін болсаңыз, иә, сіз міндетті түрде оған жетесіз. Ең әуелі басты сендіресіз, ал результат оған өз-ақ келеді. Сондықтан да баршаларыңызға үлкен сәттілік тілеймін. Мықтылар мектебінде үлкен жетістікке жетуге мен сіздерге шын жүректен тілектеспін. Мен жаңа бұл тақырыпты айттым, кіріспе тақырып, жалпы ой жөнінде, міне осы сенімділік жөнінде, жақсы сөйлеу, сөз құдіреті жөнінде жаңағы сөздер қозғалып өтті, иә? Аффирмация жөнінде, иә? Бұның барлығы қай уақытта кереметтей жаңағы күшке енеді, қай уақытта орындалады? Адам өз-өзін самооценкасын жоғарлатқанда, яғни өз-өзіңізді жоғары бағалаған кезде, менің қолымнан келеді деген кезде. Қыздар, құрметті осы мықтылар мектебіне қатысушы партнерларым, сіздерге бүгінгі сабақтан тапсырма. Әркімнің өзінің есімінен басталатын, бірінші әрпіңіз Айгүл болса Адан басталатын, Әсем болса Әден басталатын, Гүлнұр болса Г-дан басталатын, Фатима болса Ф-дан басталатын. Енді Ф-дан көп келмеуі мүмкін, иә? Онда Ф болмаса, Ф-дан кейінгі екінші әріпке, яғни Фатимада А-ма, А әріпіне аффирмация айтыңыздар. Кәдімгідей 10 аффирмация жазыңыздар. Өзіңіз туралы. Мен, жай аффирмация емес, мен әдемімін, мен әділмін, мен әрекетшілмін. Көрдіңіздер ме? Мен өзімнің ә әрпіне бастап айттым, иә? Сіз А әрпі болса, мен айдай сұлумын. Мен адамгершілігі мол жанмын. Көрдіңіздер ме? А әрпіне. Міне, сіздерге тапсырма, өздеріңізді қай жағынан жақсы көргілеріңіз келеді, өз есімдеріңізге байланысты 10 аффирмация жазу. Мен айдай сұлу болайын деп жатырмын, или болатын шығармын емес, мен айдай сұлумын. Мен әппақпын. Мен білмеймін енді. Кім қандай айтқысы келеді, сондай айтыңыздар. Бүгінгі тапсырма осы. Ары қарай міндетті түрде спикерлердің бірінші тапсырмаларымызды орындаймыз, иә, міндетті түрде тапсырамыз. Одан кейін ары қарай келесі спикер өзінің тапсырма жаңағы сабағын жалғастырады. Ол екінші спикерден де міндетті түрде тапсырма болады. Сіздерден өтініш, тапсырмалардың барлығын орындайық. Өйткені осы бизнестің мынау мықтылар мектебі соңына қарай міндетті түрде сіздердің барлықтарыңызға сертификат берілетін болады. Жақсы, баршаларыңызға іске сәттілік тіледім.